Баршаңызға сәлем. Бүгін оңай дайындалатын әрі миксерді қажет етпейтін осындай америкалық панкейки дайындап үйренетін боламыз. Осы менің рецептіммен жасасаңыз, сізде шамамен 40-тан астам панкейки шығатын болады. Құрамы да қолжетімді. Ол үшін қажетті заттар: ұн, қопсытқыш, яғни разрыхлитель, тұз, жұмыртқа, сүт, қант және де күнбағыс майы. Барлық қажетті ингредиенттер төменде описаниеде толықтай көрсетілген. Таза ыдысқа ең алдымен жұмыртқаны саламыз, содан кейін оған қантты қосып, екеуін жақсылап венчикпен немесе вилкамен осылай көпіргенге дейін жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей дайын болды, осындай болып көпіруі қажет. Содан соң оған тұзды қосамыз, және де күнбағыс майын, және де сүтті қосып, барлығын тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Содан соң ұнды електен өткізе отырып, осылай бірнеше бөлшектерге бөліп қосамыз. Яғни ситадан өткізесіз, және де ұнды 3-4 бөлікке бөліп барып қосамыз. Қосып отырып, әрқайсысын араластыруымыз қажет. Яғни ол панкейкиде түйіршіктер болмауы үшін. Мінекей мен шамалы бөлшегін қостым, және де осылай жақсылап венчикпен араластырдым. Содан кейін тағы да екінші бөлшегін қостым, тағы да солай араластырып, осылай барлығын жасап алдым. Мінекей панкейкиге арналған массамыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай түйіршіксіз және де қою қаймақ секілді. Енді панкейкилерді пісіруге кірісеміз. Ол үшін табаны қыздырамыз, және де оған май құймаймыз. Солай құрғақ күйінде оған осылай қасықпен дөңгелете отырып, панкейкилерді шамалы мөлшерден орналастырып шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Осылай орналастырғаннан кейін, оның астын баяу отта қоямыз да, бетіне түйіршіктер шыққанға дейін күтеміз. Яғни бетіне көріп тұрғаныңыздай осындай көпіршіктер, түйіршіктер шыға бастаған кезде, оның бірінші жағы қызарды деген сөз, оны алып аудара қоямыз. Және екінші жағын да пісіріп аламыз. Екінші жағы біріншісіне қарағанда тез піседі. Сол себепті қарап тұрып, қызарған бойы барлығын алып тастаймыз. Дәл солай барлық панкейкиді осылай пісіріп аламыз. Өстіп түйіршіктер шыққан кезде келесі жағына аударамыз. Панкейкилер дайын болды. Көргендеріңізде осылай оңай дайындалады. Құрамы да қолжетімді. Сіздерге де міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Ас болсын!